Гүлмира ханым, сіздің жаңағы Ерсаққа келу себебіңізді естідік. Енді бүгінгі таңда қандай жетістікке жеттіңіз? Ерсақ қалай өміріңізді өзгертті? О, енді жетістік деген керемет Ерсақта. Барлық ерсақшылардан сұрасаңыздар қуана көздері жайнап айтады ғой. Себебі Ерсақтағыдай табыс еш жерде жоқ. Продукция да керемет. Елден алғыс алатын жерде жүреміз. Қарғыс алма, алғыс ал дейді ғой. Және де жетістіктер енді тізіп айта берсек оған саусақ жетпейтін шығар. Ең бастысы мен автокөлік жүргізуді өте қатты жақсы көремін. Осы Ерсаққа келгелі мен 5 түрлі машина міндім. 5 түрлі автокөлік міндім. Әрине ол адал табысыма. Ешқандай кредитка емес, ешқандай жаңағы қарызға емес. Мен адал табысымды жинап 5 түрлі көлік міндім. Және ұлыма да көлік сыйладым. Одан басқа күнделікті әлеуметтік жағдайға әсерім өте күшті болды. Ең бастысы жолдасыма жалынбаймын, ақша берші, қажеттілігіме ақша берші деп. Өзіміздің қалтамызда ақша, кез келген уақытта каспиімізде ақша, продукция кетіп бара жатып, былай өтіп сатып кете береміз. Айлық уақытында түсіп жатады. Енді білмеймін, Ерсақтағыдай табыс еш жерде жоқ. Только Ерсақ, жүрегім тек Ерсақ деп соғады.